Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақты бастамастан бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Бүгін біз сіздермен 59-шы сабақты өтетін боламыз. Шамаларды өлшеу атты тақырып. Пысықтау. Бүгінгі сабақта шама мәндері мен амалдар орындайтын боламыз. Олай болса сабағымызды бастайық. Бірінші тапсырма: суретте нені өлшегеніне қара. Тағы нені өлшеуге болады? Қандай шамалар өлшенді? Балалар, бізде бұл жерде салмақ, масса берілген, яғни бұл жердегі бізде сиырдың, қойдың және де иттің қанша килограмм екенін анықтауымыз қажет. Яғни бұл жерде сиырды бізде 80 килограмм деп берген, ал қойды 30 килограмм деп берген. Алдағы есептерде біз иттің салмағын табатын боламыз. Одан кейін бізде сыйымдылық берілген, яғни біз суды, жейтін тамақтарымызды біз килограммен, литрмен өлшейді екенбіз, ішетін суларымызды. Оны біз сыйымдылық деп атаймыз. Одан кейін бізде мына жерде қашаның суреті берілген, оны біз ұзындықпен өлшейді екенбіз. Яғни біз ұзындыққа сантиметр, дециметрмен есептейтін боламыз. Келесі бізде екінші тапсырма: өзіндік жұмыс. Әр шаманың мәндерін өсу ретімен жаз. Бұл жерде бізде балалар килограмм берілген, масса, яғни одан кейін сантиметр, ұзындық, сыйымдылық берілген. Сыйымдылық бізде 10 литрдан басталады, 40 литрдан аяқталады екен. Яғни біз 10, 20, 30, 40 деп өсу ретімен жазамыз. Ал ұзындық бізде ең кішісі 30 сантиметр. 30 сантиметр 1 дециметрде бізде 10 сантиметр болса, яғни балалар бізде 5 дециметр үлкен болады. Одан кейін 90 сантиметр, одан кейін 10 дециметр екен, өсу ретімен жазсақ. Одан кейін біз енді массаны жазамыз. Масса бізде ең кішісі 9 килограммнан басталады екен. Одан кейін 60 килограммға дейін барады. Яғни 9, 20, 50, 60 килограмм деп біз өсу ретімен жазсақ болады. Балалар, сіздерге екінші есеп түсінікті болған болса, біз үшінші тапсырмаға көшейік. Математика күнделікті өмірде. Үшінші тапсырма: ойлан және жауап бер. Бізде бұл жерде балалар, екі бала асханада сок ішіп отыр екен, компот ішіп отыр екен. Бұл компотты біз енді салыстыратын болсақ, бір үлкен стаканға екі кішкентай шырын сияды екен. Кімнің шырыны көп? Әрине, бұл жерде Айбек пен Саяның шырыны бірдей екен. Себебі бір үлкен стаканда Сая ішіп отырса, Айбек дәл сондай сокты тек 2 стаканға бөліп ішіп отыр. Ал екі үлкен стаканға неше шырын сияды дейді. Бұл жерде балалар, екі үлкен стаканға, бір үлкен стаканға бізде екі кішкентай стакан сыйса, яғни 2-ге 2-ні қоссақ 4 стакан болады. Яғни екі үлкен стаканға бізде 4 кішкентай стакан сок сияды екен, балалар. Сен зерттеушісің. Төртінші тапсырма: ыдысты толтыру үшін неше литр сұйық зат құю керек? Өзің мысал ойластыр, ал досың жауап берсін. Балалар, бізде мына жерде бутылкалар берілген, олардың ішіне су құйған. Және де осы бутылка толу үшін біз қанша литр су құюымыз керек? Соны есептеп шығару керекпіз. Бірінші бутылканың үлкендігі бізде 40 литр екен, балалар. Оған Айбек 10 литр су құйып қойды деп есептелік.
біз қалған литрді, қалған жаңағы жерін толтыру үшін қанша литр су құю керекпіз, соны есептеу үшін не істейміз? 40 литр бутылканың несі, жаңағы ыдыстың мөлшері. Енді осыдан біз құйып қойған 10 литр суымызды алып тастаймыз, Демек, біз 30 литр су құйсақ, біздің осы 40 литрлік бутылкамыз толады екен, балалар. Енді келесі бутылкада солай, ол жерде 40 литрлік бутылкаға жанар 30 литр су құйған, қалған 10 литр суды біз құю керекпіз, Бұл жерде, 40 литрдан біз 30 литрді алып тастаймыз, сонда бізде 10 литр қалады. Ал келесі бутылка бізде 20 литр екен. 20 литрға 10 литр суды Азамат құйып қойған, Енді қалған суды құю үшін біз 20 литрдан 10 литрді алсақ, біз 10 литр су құяды екенбіз, Келесі соңғы бутылка бізде 5 литр екен. 5 литр су бар ішінде, бутылканың жаңағы үлкендігі 10 литрді құрайды екен, Енді біз қалған суды құю үшін не істейміз? Осы бутылканың 10 литр үлкендік бутылка, содан біз құюлы тұрған 5 литр суымызды аламыз. Сол кезде қанша қалады? 5 қалады, яғни біз 5 литр су құйсақ, осы біздің 10 литрлік бутылкамыз толады екен, балалар. Олай болса, балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.